Yani bizden kelesi 4. sabahımız Classpaper platforması, yani bu online doska. Так. Yine platformanın часто пайдаланамыз. Қалай айтсам екен, яғни мына жерде қалай пайдалану керектігі, барлығы видео нұсқаулығы ретінде платформаның арнайы өзінің блогында сақталған. Яғни өзіміздің паролімізді жазу арқылы осы жерге аккаунтымызды создавать етіп, Google аккаунтымызды кіре аламыз. Яғни мынау біздің жасаған жұмыстарымыз. Яғни мына жерге задание бөлімінде сіз жұмысыңызды жасай аласыз. Біздің өзіміздің сабағымызға байланысты мына жерге комментарий жаза аласыз. Энкетқа байланысты мысалы 5 тест құрастырсақ, бұл жерде сіз өзіңіздің комментариясын жаза аласыз, документ қоя аласыз. Мына жерге өзіңіздің біріншіден курсыңызды создавать етесіз. Google Classroom'ге ұқсайды. Сол арқылы ары қарай өзіңіздің ссылка салуыңызға болады. Не салуыңызға болады тағы да. Мына жерде сандар дөңгелектеу. Тест құрылған. Яғни бұның сұрағы өтіп кеткен, біз сұрағын сол тақырыпқа байланысты қойған болатынбыз. Сұрақ қоймасаңыздар да болады. Неше түрлі тесттің нелерін қоюыңызға да болады. Қалай айтсам, неше түрлі ссылка қоюыңызға болады, видео қоюыңызға болады, онлайн доскамен жұмыс жасауыңызға болады. Яғни мына жерге код жазсақ, өзіміздің немізді тауып алатын боламыз. Барлық заданиеміз осы жерде көрсетілген. Дальше мына жерде 4 сұрақ белгісі келген. Жерде новый тест жасалғанымыздың барлығы көрсетіліп тұр. Тоже былай қарап тұрсаңыздар, ондай қатты платформа жақсы деуге, жаңағыдай 10 мен 11 сыныптар арасында тоже келістіруге болады. Бізде жаңа айтып өткенде, осы кезге дейін өткен платформадан Genially платформасы өте жақсы. Әрқайсысының өзінің ерекшеліктері бар. Осы ерекшеліктері бойынша біз өзіміздің немізді құрған болатын. Мына жерге қараңыздар. Сонымен қатар осылай өзіңіздің жұмысты жасайды. Если түсінбей жатсаңыздар, осы видеоны қайтадан қарауыңызға болады. Болмаса, тіркелместен бұрын алдында видеолар көрсетілген, сол видеороликтер арқылы өзіңіздің видеоңызды түсінуіңізге болады. Сау болыңыздар. Бұл біздің соңғы сабағымыз.